баратыным, практикада қалай болатынын көрсетемін. И потому что бүгін менде универ жоқ, ал басқа күндері менде универ бар. Так что вот кеттік. Қиял болып кетіп жатсам, жарты жолда автобусқа, остановкаға жарты жолда телефонның зарядкасын ұмытып кеткен, басыма жетіп қайтып жатырмын. И так опаздываю. Не деген керемет қыз ем. Это не наше. Адам құсып далада жүргенімді видеоға түсірейін деп шештім. Потому что менде далада жүретін моментте көп емес, блоктарымды как вы могли заметить, да. И мен кішкене социофобиямен бороться етіп жатырмын. А еще ерте жіберіп менің 6-ға дейін отыратын басқа жанындағы. Қайта бер болды. Не қыласың отырып кетті. Реально модель. Басқа жолдағы адамдар қарап қалыпты. Өшірдім, болды все, пока деп бар. Все, достар, үйге келдім. Автобус тек көрем деп айту, это мягко сказано просто. Пока. Hello, достар. Менің түрім кішкене әміржіп тұр, потому что суббота и на кофтада ужасно. Әңгіме бізде распаковка заттары көрсететін боламын. Бірінші белгілетін болсақ, бірінші бізде расческа осындай. Oil. Бумажка. Далее маска алдым. Көп маска, мен осындай упаковка 30 штукпен. Вот. Ойбай. Қалай боласың? Вот. Короче, көзге арналған крем. Осындайлар салып жіберді. Достар, осындай набор түйеуге тамын көремін. Это называется бізбен жүрмеңдер. Аны ұзып, енді нанжа болмай жатыр. Ладно. Кеттім мен. Алматыға кірдік, и все. Ертең менде ешнәрсе жоқ, мен просто ұйықтаймын, ешнәрсе істемеймін. Даусым естіліп жатыр деген ойдамын. Вот, ертең демалам, адам құсап. И воскресенье тоже демалам, и понедельник мен только практикаға барым керек, потому что менде онлайн сабақ. Вот. Это не я, это бизнес. Вот такой вид. Опта.
Rock your body. Он говорит, нет, без ауз больших жоп. Как будто они там, никто с ним не общается. Потому что мне сделали хорошо. Қалай алмай үш нәрсе демепті? Алды. Где сделал обзор. Достар, не көрдім? Мен Iron Man бар болса ғой. Маған көрсек басын? Мен басын көрсейсен? Көрдім ғой? Әдемі ғой, сәтті қалай? Иә. Короче, бізге срочно көшу керек. Осы жаққа жақын жерге. Потому что мынау Количество игр. не көрген. Вообще буду менять. Жоқ. Өз басын күтті ғой? Сен бастың оны ашты. Осындайға кіріп кеттік. Ну, вообще, тут это... Менің балалық шағым. Осы істегенмен. Достар, біз осындайға келдім. Капибара. Ну, конечно, тут все, барлығы бар екен. Достар, біз вообще мынандай жерге кіріп кеттім. Капец. Все я понимаю, но этого я не понимаю. Достар. Любовь с первого взгляда. О, маған холодный апарам. О май гуднес. Наш. Ну, хорошо. Жестко. Это что за жестко? Это жестко, достар. Обрадуйте меня. Ой, все нормально. Нағашыңыз? Мен аны істегем. Мен деген күшті бокс. Или можно самим справить. Тема. Ну, чего он? Амей? О май гуднес. О май гуднес. Почему ты ложишь? Блин, неудобный, да, ну? А? Тор. Вот это я понимаю, креатив, конечно. Достар, біз Алматыны жаңа жағынан, жаңа қырынан көріп жатырмыз. Не деген мынау технология. Достар, мияға осындай киім алып берсек қалай қарайсыздар? Лейди болып қалады екен. Бұндай да бар екен. Бұны бірақ жыртып тастайды ол. Достар, қараңдар, тау потолок болып тұр. Рюкзакқа барамыз деп бүкіл жаққа барып келді. Қазір вроде біз обед ішуге бара жатырмыз. Обед будет обед. Вот, кеттік. Достар, оцениваем Бургер Кинг. Дай? АДК. Кола, окей. Еще бүйтеді ғой. 0,5 кола беріңіз бола ма? Ауыстыруға дейсім. Нет, 250 теңге төлейсіздер. Смысл дедім ғой. Но немножко крылары аппақ екен. Мен сияқты. Еще кішкене майлы екен.
Прям камерада көрініп тұр, прямая екені. Я эксперт по... Криспи. Ondan 8, free, ondan 4, kola, ondan 3. Dostlar, endi biz osonday yerga keldik. Обычный marketda osonday zatlar bor ekan. Nima bo'ladi? Buldak ramen emas, вообще arzon versiyasi desam 1115 tenge turadi. Yo-moyo, nima ishni zatdan-a? Ana. Итак, достар, мен уже келдім. Неге тоқтайсыңдар? Итак, мен сонымен үйге келдім и басқаша киімді киіп алдым, кепка киіп алдым, шашылмай. Вот. Аутфит. Осындай кофта. И Достар, мен жан сайын шестірасымын. Ладно, и потом осындай пижамные брюки. И она менің сестрам. Короче, вот ойнайтын жерден, ойбай ойнайтын деген емес, ойыншықтар сататын жерден осындай алдым. Короче, look of the day. Осындай бір юбка таптырмын. Осындай юбка. Распаковка. Сон бері. Потолок ойыншықтар әкелді. Еще у нас везде ужин. Еще, достар, үйге келдік. Сағат 10 болды. Мен практикада істейтін заттарым бар. Но мен әлі істемедім. Молодец. Пока. Так что, менде осы влог, мне кажется, нормальный контент болды. Қызық болды деп айтамын. Сол үшін де ұнаса лайк басып, комментарийға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер және